Қайырлы күн достар, дәмді рецепт арнасына қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді әрі әдемі бахор салатын дайындаймыз. Салатты дайындау үшін бізге піскен сиыр еті қажет. Видеоның астында описаниеда осы салатқа арналған ингредиенттердің барлық мөлшері жазылған. Етті ұзынша етіп жұқалап тураймыз. Мен бұл салатты 2 порцияға арнап жасаймын. Ыдысқа саламыз, содан соң бізге 1 қияр қажет. Қиярды ортасынан бөліп тураймыз. Ұзынша етіп тұруға да болады. Енді 1 дана қызанақты ортасынан бөліп ұзынша етіп тураймыз. Екі дана піскен жұмыртқаның ақ уызын сары уызынан ажыратамыз. Тек қана салатқа ақ уызын саламыз, ал сары уызы бізге салатты безендіру үшін қажет болады. Жұмыртқаның ақ уызын ұзынша етіп тураймыз. Ірімшікті үккіштен өткіземіз. Салатымызға саламыз. Мен бұл салатқа көк жуа қолдандым. Көк жуаның орнына кәдімгі ақ жуаны салсаңыздар болады. Бірақ алдын ала уксус қосылған суға маринадтап алу қажет. Енді кез келген өзіңізге ұнайтын шөпті қоссаңыз болады. Мен укроп және ақ желкенді қостым. Салатқа саламыз. 1 тісше сарымсақты пресстен өткіземіз. Салатты біз майонезбен араластырсақ болады. Мен үй жағдайында өзім қолдан жасаған майонезді қолдандым. Немесе қаймақпен араластырсаңыздар да болады. Кішкене тұз салып, салатымызды жақсылап араластырамыз. Мінекей дайын болды. Тарелкаға салып, үстіне жұмыртқаның сары уызын үккіштен өткізіп саламыз. Салат шынымен де өте дәмді болады. Сіздерге рецепт бойынша жасауға кеңес етемін. Достар, егер рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте көп рецепттер болады. Сау болыңыздар.